Assalomualaikum do'stlar. Sizlarga bugun Qazaq Pro arnasi, bugungi do'stlar, ya'ni so'roq javobga tushirатын bo'lamiz. Короче, sizlar hozirdan bo'lsa like-tangizni bosingizlar. Және kanalga kelingizlar, төменде подписаться degan knopkani unutmangizlar deb qo'yib ketsangiz. Короче, bizning birinchi so'rog'imiz Rainblocks'dan kelibdi. Так, birinchi so'rog'i san futbolda qay klub o'ynaydi deydi. Mаған ең бірінші Real Madrid пен екінші Barcelona. Осы екеуі маған қатты ұнады. Неше досың бар дейді. Менде только ютуберлерден ғана бар, қалғанда жоқ мүлдем. Достар аз ғой менде. Так. Үшінші сұрағы, саған ұнайтын ютубер дейді. Маған барлық ютубер ұнайды, достар. Маған барлық ютубер ұнайды негізі. Так. Темірланмен қалай таныстың дейді. Енді ой деген қиын сұрақ енді. Қиын сұрақ дегенде мен бір жыл бұрын танысқаным ғой деймін да. Бір жыл бұрын танысқаныма, достар. Ол кезде мен сол кезде бір ютубер болған, мен сол кезде ютуб енді бастап жатқан едім. Сосын бір Санкрафт дейтін айтқым келіп тұрған жоқ ше. Бірақ айтуға тура келеді танысқаным ше. Бірақ сол Санкрафтта болдым. Сосын Темірланмен таныстым. Темірланның телеграм каналына жаздым, сөйттім, бүйттім, короче. Сөйтіп, екеуміз танысып, сосын барып ютуб түсіріп кеттік те, солай таныстық. Енді 5-ші сұрақ, ең жаман көрген адамың дейді. Менде жаман көрген адамым жоқ негізі. Бұлай ешкімді жек көрмеймін. Бұлай жақсы отношениеда. Rainblocks'tan келдім дейді. Ranoblocks дейді. Так. Rain'дан келдің болсаң, саған ұнайтын ютубер дейді. Жаңа ғана айттым. Өміріңде өткен ең қорқынышты оқиға дейді. Ойбай. Ең қорқынышты оқиға 4 метр адам көргендей болған мен. Артымдан қуалаған көзге көрінген, сосын барып үйге жеткен кезде, короче түнде жүргенім, сол кезде көзіме елестеп кеткен ғой. Сөйтіп, лапшы деп ойлап қалман дей. Сөйтіп, короче үйге бардым мен. Сөйтіп, сосын үйге барған кезде, короче көрінбей, сосын не болып кетті, короче. Сен ән айтасың ба дейді. Мен ән айтам, ән айтатын кездерім болады. Алматының түндерін-ай, Алатаудың салқын самалындай деп қуып кетсіңдей. Так, енді бізде келесі сұрақ. Нурали легенда деген, короче, жазып жіберіпті. Сен қай футболшы саған ұнайды дейді. Жақсы көресің дейді, короче. Маған Неймар, Роналдо, Месси, Мбаппе ұнайды. Осы төртеуі маған ең қатты ұнайтын футболшылар, қалған бәрі. Сосын Ямал бар, болды 5 топ, менде 5-ақ бар. Болды. Біріншісін айтайын, Роналдо, Неймар, Месси, сосын Ямал. Тоқта. Роналдо, тоқта. Неймар, Месси, сосын бар Ямал, жоқ, Мбаппе, сосын Ямал, 5-ші. Так, не дейді сосын, саған қандай ойын ұнайды дейді. Маған ең қатты ұнайтын стендофф ойыны. Білмесеңіздер, короче, мына жақта қалдырам суретін. Атын да қалдырам. Қай қалада тұрасың дейді. Бәріңіз білетін Нұрченұлдың қаласында тұрам, Тараз деген, короче, тараздықтар келіңдер, давай лайк басыңдар деп атсаңдар. Арманың қандай дейді. Арманды айтуға болмайды ғой енді. Негізі арман айтуға болмайды деген, бірақ мен арманды айтқым келіп тұрған жоқ. Бірақ бір арман бар, жақсы ютубер болып кету. Мә уже таңмен атып кетті ғой. Так, енді қандай 5-ші сұрағы, қай елге барғың келеді? Любой елге барғың келеді. Анау жынды топас қасымда жүре бермеші. Так, енді Сакодан келіпті. Сако, Макото, тако деп тұр.
Так, бірінші сұрағы, өміріңде болған ең күлкілі история. Ол история деген. Короче, досым, кетшей жынды, жалмауызыңын. Кетшей жынды. Короче, менің ең қорқыныш историям, кетшей деген ол жынды, жалмауызыңын. Жоғалшай, ё-моё, бір сұрақ жауап түсірейін десің. Короче, менің ең күлкілі историям, досым екеуміз, короче, менің бір досым болған, сыныптасым, короче. Екеуміз жүргенбіз, короче, мен велосипед алғам, ол кезде 150 мың, 170 мың, 200 мыңға алғам, короче, білмеймін, бағасын білмей, әйтеуір алғам. Сол кезде досым маған звондайды, кетшейін аз жынды ма? Короче, сөйтіп, кетіңдерші, сұрақ жауап түсіріп жатыр ғой, кетіңдерші бар. Кет, жалмауыз кете. Ё-моё, мен қасыма келмеңдерші, сұрақ жауап түсірейін деп бірдеңе. Короче, саған историям, короче, досым екеуміз не істеп отқан кезде, мен оны видео түсіріп жатамын, ол бүйтіп тұрады, екі қолын ана не істейді ғой, X қылады ғой, короче, бүйтші, деп андай не етші, екі қолын бүйтіп екі саусағын шығарыпшы, сөйтіп келе жатқан ғой, ана ойнапшы, тупой ұқсапшы. Ана жынды тормозды басып жібереді ғой, тормозды ше, ана қол тормоздар. Екеуін де қатты басып жібереді, анау қатты ғой тормоз еще. Алдыға секіреді де жерге. Пақ деп құлайды ғой басымен. Айбай. Короче, оны айтпай-ақ қойын. YouTube бастайтындарға не айтасың дейді, яғни мотивация бересің дегендей. Ондайларға, короче, сендер YouTube'ды тастамаңдар, видеоны тоқтатпаңдар. Мүлдем, короче, не істемеңдер. Тоқтамаңдар вообще, видео сала беріңдер. Просмотр жиналмаса да сала беріңдер. Bir күні атылып кетеді просмотр, білесіздер. Өзің подписчик жинайсың, сөйтесің, бүйтесің. Короче, обложка жасау керек, видеоның качествосын жасау керек, монтаж жасау керек. Оның бәрі уақыт алады да, бірақ ютубер болып кетуің мүмкін. Так, үшінші сұрағы, влог, челлендж, тағы басқа видеолар түсіруге ойда бар ма дейді. Негізі бар, негізі бар, бірақ оны түсіру екі талай, сондықтан біз әлгі осы Roblox басқа видеолар түсіре тұрамыз, кейін сосын барып уже түсіреміз, короче, сөйтіп нағыз ютубер болған кезде. Так, енді Twix'тан келіпті, так. Сәлем Twix'тан дейді. Сәлем, қай қалада туылдың дейді. Білә. Не дейміз? Тараз дейміз ба? Менің каналыма не айтасың дейді. Күшті, нормаль. Бірақ менікіне жетпейді деп атсаң да. Деп қуатсың ғой, короче. YouTube бастайтындарға не айтасың, короче, бағана айттым мен, бірақ тоқтамаңдар, Шын атың кім дейді? Али. Бұрынғы каналыңа не айтасың? Негізі бұрынғы Қазақ Про деген основной канал болған, достар. Ол, короче, істеп, короче, жоғалып кеткен болатын, бірақ сол уақыт өте келе, енді ол Қазақ Про арнасын қайтарып алдым, достар. Келесі видеолар енді сол жақта да өтетін болады, достар. Екі жақта да видео салып отырамын, достар. Достар, енді ең популярный темірларының каналынан келіпті, достар. Сенің неге атың Қазақ Про дейді? Не дейміз? Не дейміз енді? Менің никнеймім ғой, менің никнейм ба, не дейді? Сондай, короче, менің сондай атым, короче, лахабатым ғой, лахабатым. Қай қаладан болғың келеді? Короче, Алматы ғой. Езі батыстағылар ұнатпауы мүмкін, бірақ Алматы болады. Не дейді? Қандай жасырын талантың бар?
деп қуып жатсаң да, короче, менде жасырын талант жоқ, достар. Енді ән айтам, сөйтем, бір нелер жазам, романтика деп болды. Бір, короче, сценарий, анау мынау жазғым келеді. Сондай талантың бар, короче. Сабақты қалай оқисыз дейді. Төртінші сұрағы. Вообще 2 дей ма? 3, 4, 5, короче, вообще 2 ма дейді. Мен өзім 4-ке оқимын, достар. Оқып жүріңіздер. Вообще өздеріңіздің білімдеріңізді жақсартыңыздар, оқып жүріңіздер, достар. Вообще оқымау деген жоқ, достар. Еңбектеңіздер, не істеңіздер, короче. Білім алыңыздар, достар. Қызың, короче, 5-ші сұрақ, қызың бар ма дейді. Атаңның да. Давай. Короче, қызым жоқ менің деп атсаң да. Негізі болған, содан кейін қызым тастап кетті ма бірдеңе. Короче, изменение сып кетті. В камине шестистра деп атсаң да. Так, бізде ең популярный деп атсаң да, короче, Қазақ продан келді, короче. Бірінші сұрағы, сенің подписчиктерің неге тіркелмейді дейді. Давайте тіркеп санар, лайк басыңдар, давайте, ё-моё, не отырсыңдар, давайте тіркеліңдер, сұрақ жауапқа жауап беріп отырмын ғой, достар. Так, екінші сұраға, әдемі контент салып жүрсің бе дейді. Әдемі контенттер салып жүрмін. Короче, өз-өзіме сұрақ қойып жатырмын ғой. Короче, үшінші сұрағы, қызықты видео сал, окей дейді. Окей, салып отырамыз. Ютуберге шабыт бер дейді. Қалай шабыт береміз? Әрине тоқтамаңдар, вообще. Мен видеоларымды қарап жүріңдер, кейін сосын барып сендер де ютуб бастап кетірулерің мүмкін. Идеалыңдар, не істеңдер, бірақ облашқа анау қайталамаңдар, вообще. Біреудің видеосын қайталамаңдар, достар. Идеал алсаңдар болады, бірақ облашқа анау мынау ұрлауға болмайды, достар. Сау бол, копия Қазақ Про Go дейді. Рахмет, достар, сіздерге тіркеліп лайк бастағандарыңызға, басқандарыңызға, короче, сіздермен бүгін Қазақ Про арнасы. Давайте тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Екінші сұрақ жауап, 500 подписчикке жеткен кезде қоямын, достар. 500 подписчикке жетердің алдым, достар, жетпей тұрып, короче, мен сіздерге постқа салып кетем, достар. Сіздер сол жақта сұрақ қоя аласыздар. Сол кезде сұрақ жауап қоям, достар. Давайте қосылыңыздар, сіздермен бұл Қазақ Про арнасы. Тіркеліп лайк басыңыздар. Мені қолдап жатқандарыңызға рахмет. Райм блогстан келіп жатсыздар. Короче, тіркеліп лайк басыңыздар. Көп сөйлеп кеттім. Короче, видеоны аяқтаймын. Қызы кете. Короче, давай. Тіркеліңдер. Ана көчектің жүрсің, короче.